Намаздың парыздары. Намаздың 12 парызы бар. Оның 6-ы сыртқы, яғни намаздан тыс болса, 6-ы намаздың ішінде болады. Ең алдымен біз намазға тұрмас бұрын осы сыртқы 6 парызды орындауымыз керек. Намаздың сыртқы парызының ең алғашқысы ол хадасаттан, ластықтан тазару. Хадасат дегеніміз ол не? Әйел адамдарға келетін етеккір, немесе босағаннан кейін келетін нифас қаны. Бұлардың барлығы хадасат кезі болады. Біз олардан толық тазармай намаз оқи алмаймыз. Сондай-ақ ер адаммен жақындасқан кезде ер мен әйел жүніптік халде болады. Ғұсыл алғанға дейін. Осындай сәтте де біз ең алғашқы бой дәретін, ғұсыл дәретін алуымыз керек. Екінші парызы нәжістен арылу. Нәжіс дегеніміз ол құсық, үлкен кіші дәрет, выделение, қан секілді сұйықтықтар. Ол егерде біздің намаз оқитын жерімізді, мысалға жай намазымызды, және де намаз оқитын киімдеріміз осы нәжістерден таза болуы қажет. Екіншісі әурет жерлерін жабу. Біз білеміз, әйел адамның бетінен, қолынан, және аяғынан, тобыққа дейінгі аяғынан өзге жерлерінің барлығы әурет болады. Намазда тұрған кезде біз осы әурет жерлерімізді жабуымыз қажет. Төртінші намаздың сыртқы парызы ол құбылаға қарау. Құбыла дегеніміз әрбір мұсылманның құбыласы ол қасиетті мекендегі Кағба болып табылады. Қазіргі кезде біз оны қалай анықтаймыз? Сәжде KZ деген бағдарламада сіздерде құбыла белгісі тұрады. Соны басып, үй жақтарыңызда қай жерде құбыла екенін анықтауыңызға болады. Бесіншісі намаз уақытының кіруі. Намаз уақыты кірген кезде біз сол намазды оқуымыз керек. 5 намаздың, яғни 5 мезгіл намаздың әрқайсысының өзінің уақыты болады. Егер намаздың уақыты кірмей жатып біз алдын ала оқып тастасақ, олда намазымыз дұрыс болмайды. Сондықтан намаз уақытының кіргенін, мысалға 5 намазының уақыты кірген кезде, 5 намазының, аср намазының уақыты кірген кезде, аср намазын, шам намазының уақыты кіргенде, шам намазын оқуымыз қажет. Және де алтыншысы ол ниет. Ниет еткен кезде біз тілмен айту шарт емес, іштен, яғни намазға тұру керек деп ниет етсек, жеткілікті болып табылады. Сондай-ақ біздің Абу Ханифа мазхабында намазға ниет еткен кезде 5 намазының 4 ракағаттық парыз намазына ниет еттім деп айту шарт емес. Жай ғана ниет еткен кезде намаз оқуға ниет еттім деп бастап кетсеңіздер де намаздарыңыз дұрыс болып саналады.